Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге хворостың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Осылай әдемі қылып жасаудың түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыз. Каналымда басқа да тәтті бәліштердің, тағамдардың, тәттілердің видеолары бар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа және 2 жұмыртқаның сарысын қосып, үстіне 30 грамм қант қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды қосып, қамыр қылып илейміз. Ұнымыз примерно 200-220 граммдай кетеді. Қамыр қылып илейміз. Одан кейін целлофанға салып 30 минутқа тындырып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін целлофанымыздан алып, ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Жайғанда қамыр өте жұқа болу керек. Жұқа қамыр қылып, қазір жаятын боламыз. Қамырды жайып болдым. Міне қарасаңыздар, жұқа етіп жайдым. Енді осыны оқтаудың көмегімен бөліп шығамыз. Кесіп, ұзыншалап кесіп бөліп шығамыз. Міне видеода көрсетілгенде жасаймыз. Енді кесіп алған қамырымыздың үстін жауып қоямыз, кеуіп кетпес үшін. Енді осылай вилкаға осылай ораймыз. Немесе сіздерде таяқша болатын болса, оған да орап жасауға болады. Менде таяқша болмағандықтан осылай вилкаға ораймын. Енді қызып тұрған майға жай оттап пісіреміз. Өйткені ол тез піседі. Салған кезде вилканы ыдыстың түбіне салып қоямыз. Түбіне салып барып айналдырамыз. Жай-жайдан айналдырамыз. Сонда олар өздері ақырындап осылай ашылатын болады. Екінші қолымыздағы қасықпен жаңағы бір бұрышын ұстап тұрамыз. Өйткені ол әйтпесе ол жайылып кетуі мүмкін. Осылай босатып екінші жағын пісіреміз. Егер де сіздердің ыдыстарыңызда ұзынша болатын болса, мысалға жаңа хворсымыз қамыр батып тұратын болса, онда тек бір жағын ғана пісіріп алуға болады. Менде олай емес, сондықтан батып тұрған жоқ қамыр, сондықтан мен екі жағын аударып алып жатырмын. Тағы бір көрсетемін. Вилкаға орап алғаннан кейін ыдыстың түбіне қоямыз вилканы. Қойып барып айналдырамыз. Әйтпесе ол ашылып, шашылып кетуі мүмкін. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Міне менің хворстарым пісіп шықты. Енді үстіне сахарный пудраны сеуіп, ұсына берсек болады. Дастарханның сәнін келтіріп тұрады хворст. Және шаймен ішуге
керемет тәтті. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.